Бұрынғы үміттен айрылдық, берілген бақытты жоғалтып адастық, таласып алысып күндерді өткіздік, болмайтын нәрсеге санастық, ренжіттік, кетуге асықтық, кешірім сұрамай неге өкінем, енді өтінем, сенші қайтара. Мына кезде менің әкем қолынан тастамайтын еді. Есімде, осы күн мені таңнан кешке дейін қыдыртатын еді. Мына кезде тіптен қызық болып еді, Мариям. Туған күнде мамам үлкен торт әкеліп, бүкіл достарым таң қалған. Ал қазір бізге келгенде өмір жұмыс. Жұмыстан қолдары босамайды. Ең бақытты кездеріміз осы кездер екен ғой. Кез келген ата-ана үшін баланың бақыты емес пе? Бізге бір сәтке уақыт бөлсе болады ғой. Анашым, әкешім, телефонды ала алмаймын. Қаз көңіл күйім болмай отыр. Сіздермен сөйлесем жылап қалатын сақтымын. Кейін өзім хабарласамын. Сіздерді қатты сағынып кеттім. Әне, сен алмап едің, енді маған қоңырау шалып жатыр. Алмай-ақ қойшы. Қойшы, енді сен де алмасаң, мен де алмасам ойындайды ғой. Бір амандылығымыз айтып қойын. Мен ұйықтап жатыр деп айта салшы онда. Сөйлесуге уақытым жоқ. Жақсы, жарайды. Алло, анашым. Қалайсыздар? Бізде барлығы жақсы. Мариям ұйықтауға кетіп қойған. Жаңа тамақ ішіп алдық. Онда жасайық. Шаршап кеттім мен мына ұрыстан. Қайда ажырасқан? Кететсе осылай айып шығасың. Ана екі баланы ойламайсың ба? Өзің қана қара басыңды ойлайды екенсің сен. Мынандай ұрыстан екі бала да шаршап кетті. Күндіз-түні бітпейтін ұрыс. Сен жұрт секілді жұмыс жасасан, бұлай ұрса бермейтін едік. Жұрттың күйеулері бір жұмыстан босаса, екінші, үшінші жұмыс жасайды. Сен жұмысын анау, таксист. Барлығына мен ақша беріп жатырмын. Балалардың киіміне де, тамаққа да, үйдің ақшасына да мен төлеудемін. Сенде тіпті талпыныс та жоқ. Қазіргі заманда жүргізуші болып қай бір ақша таппақсың? Ыңғай келмей жатыр енді. Таксиға теп жүрген маған да ұнайды дейсің ба? Сәл шыдап болып кетеді бәрі. Сен де осындай кезде жұрттың әйелді ұқсап қолдау көрсетсең болады ғой. Не болып тыныш па? Қайдағы? Ұрсысып жатыр әлде. Неге осылардың ұрыстары бітпейтін, Айтпа, күнде ұрыс шаршап кеттім. Басқа жаққа кетіп қалсам ғой, ешкім естімейтін, білмейтін жерге. Естеймін, жағдай ушығып кетпей ме, әлде полиция шақырамыз ба? Қумаш, ата-анамыз ұрсысып жатыр деп шақырамыз ба? Ұят емес пе көршілер көріп қойса? Білмеймін ғой, қашан тынышта тұрып, тамақ жайымызды ішергенбіз. Жүр, өзіміз отырып шай ішейік. Мариям, сен туған күн жақында қалыпты ғой. Соған орай мүмкін бір нәрсе ұйымдастырамыз. Шүкір әйтеуір, сен есінде қапты ғой. Мен қалай ұмытам? Сен менің жалғыз бауырым, жалғыз қарындасымсың ғой. Кенет бір кездерде әкем мен анам келіп қалса, Олай болмайды ау. Бірақ жақсы емес па? Ешкім саған ұрыспайды. Достарыңды да шақырасың. Ештеңке істегім келмейді. Туған күн деген бір жасқа қартаю деген ғой. Оған не үшін қуанамын мен? Қойшы енді қартаю демек. Оны бір үлкен адам айтса, мейлі түсінер едім. Ештеңке жасағым келмейді. Мен шаршадым, одан сайын демалайымшы. Соңғы рет мына жерде күліп ойнағаным да есімде емес. Ана жолы осайда күшті қыдырып едік. Мама, папа сол кездері бұлай қатты ұрыспайтын да еді. Негізі мүлдем ұрыспайтын, білмеймін. Екеуі демнің арасында күшік пен мысық болып кетті ғой. Айтпа, үйде күніге ұрыс. Соңында екеуі ажырасып тынатын сияқты. Сол да дұрыс шығар.
өзім де білмеймін. Анамның жұмысы ауыр. Жұмыстан кейін келіп үйдің тірлігін жасайды. Я, одан бөлек ақшадан да қатты қысып кеттік. Барлық керек жарақ азық-түліктерді анам төлеп жүр. Әкем барлығын біледі, тезірек ақша тапса болады ғой. Былай тартсаң арбасына да, былай тартсаң өгіз өледі дегеніндей болды ғой ол. Екеуі де кішкентай адамдар емес, сөзбен шешсе болады ғой. Бақдәулет, егер екеуі екі жаққа кетер болса, сен кіммен қалар едің? Құдай сақтасын. Сен ақ осындай жаман нәрсе айта береді екенсің. Білмеймін ғой, басым ауырып кетті екеуін ойлап. Жарайды, кешке дейін сәл жүріп қайтайық. О, қалайсыңдар? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсымыз. Сен де көшеде көретін күн бар екен, ау? Соны айтам, үйіңнен шықпайтын едің ғой. Магазиннен келе жатқанмын. Қалайсыңдар? Жағдай қалай болып жатыр? Ой, сол баяғы тату болсамыз. Әлі тату болған жоқ. Сенде де анаңмен келген шығар. Жоға, қайдағы? Әлі келген жоқ. Уже 2-ші ай кетіп жатыр. Қорқып жатқан жоқсыңдар ма? Қорқсаңдар біздің үйге келіп қонсаңдар болады. Ой, айтпақшы қона алмайды екенсіңдер ғой. Соны айтам, біздің үйде күнде ұрыс, біздің ұрысты көріп шошып кетер. Жарайды, кеш болып кетті, біз қайтайық. Я, кеш болып кетті. Анда-санда көшеге үсіп шығып тұрсаңшы. Жақсы, шығып тұрам. Сау болыңдар. Сау бол. Ей балақай, егер сенің өміріңде қиындықтар болып жатса, ата-анаңмен түсініспеушіліктер болып жатса, маған хабарлас. Екеуміз бірге сенің проблемаңды шешеміз. Бірге жаңа өмірге қадам басамыз. Хабарлас. Осы маған мүмкін. Мені тыңдайтын психолог керек шығар. Бірақ қойшы, ол мен проблемаларымды да шеше алмайды да ғой. Бірақ қазір біреулері барып жатыр ғой. Тем более мына кісі атақты адам екен. Проблемаларым шешілмесе де барып көрейін. Бақдәулет, Жандос, әлі ұйықтамағансыңдар ма? Жоқ, әке әлі жатпадық. Не болды, бірдеңе сұрайын деп беріңіз? Әлі ұйықтамағандарың да дұрыс болды. Анаң екеуміз көптен бәрі бірдеңе айтайық деп жүрік. Айтпасаңыз да барлығын білеміз. Соны айтам. Әлбетте сіздер үлкен адамсыздар. Бізді кішкентай балалар түсінбейді деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ біз барлығын түсінеміз. Бірақ бұрын барлығы жақсы болып бері ғой, пап. Біз тату отбасы едік. Сонда да тағы біраз ойланып көріңіздерші, асығыс шешім қабылдамай. Не айтып кеттіңдер болдыр, мен сендер түсінбей отырмын. Сіздер ажыраспақшысыздар ма? Біз енді барлығымыз бірге тұрмаймыз ба? Балалар, мен негізі мүлдем басқа нәрсе айтқым келеді. Анаң екеуміз ұрсып қалып жатамыз, ренжісіп қалып жатады. Бірақ ол бізді ажырасады деген сөз емес. Мен сендердің аналарыңды қатты жақсы көремін. Білесіңдер ме, аналарың жұмысы ауруханада өткізеді жарты күн. Ол жерде өмір мен өлімнің арасында жүрген адамдарды қабылдау мүлдем оңай емес балам. Үйге күрсініп келетінде бізден бір жылу көргісі келеді. Еркек адам әйелге жылу сыйлау керек. Ал мен ол жылулықты аналарыңа бере алмадым. Екеуміздің арамыздағы ренжіс сендерге зиян тиіп кетіп жатыр. Бізді кешіріңдер. Біздің кесірімізден сендер де стресске түсіп кеттіңдер. Оны қайдан білдіңіз? Бөлмедегі жазбалардан, суреттерден көрдім балам. Бөлмеге кіріп көрдім демеңші, әке, өтініш. Әке, мен бұл жазбаларды... Ештеңе етпейді балам. Бұның бәріне біз кінәліміз. Ертеңнен бастап сендерді жақсы психолог маманына жазып қойдым. Ішкі сырларыңды сол кісіге барып айтасыңдар, бөлісесіңдер. Жарай ма? Ал енді жатып ұйықтаңдар. Мама, жата қойыңдар балам. Мариям? Қызық екен, мынау қайда кеткен? Әлде нан алуға кетті ме екен? Бірақ үйде нан бар ғой. Қазір мама мен папа звондап точно Саян сұрайды. Алдында да алмап еді. Не болды? Үйде ма деп маған ұрсады ғой қазір. Бекарс, қалай жағдай? Жақсымын? Мариям әлі тұрмаған ба? Жоқ, әлі тұрмады.
Бүгін сендердің әкелерің сендерді зоопаркке апарсын деп тапсырма берген. Енді қалай қыламыз оны? Ой, ұйықтап жатыр деппін ғой. Жаңа шоппингке кеткен, өзіме күтім жасаймын деп. Білесіз ғой, жақында туған күн келе жатыр. Қызық екен, таң азанымен кетті болсам ба? Я жаңа ғана шығып кетті. Әкеңе не дейміз енді? Ойламаңыз, өзім айта саламын ғой. Мен жұмыстан шығып кетпейін, Тамақ, продукты, киімдер бар ғой? Бәрі бар. Мен кеттім, мұнда тірліктермен асас. Қалайсыңдар? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, не ғой? Мариямды көрмедіңдер ма? Жоқ, өзіміз енді шықтық. Түні шықпай не болып қалды? Жай сол таба алмай жатқанмын ғой. Ой, сен де. Мариям кішкентай қыз емес қой. Қалай қайда барып керектігін біледі, уайымдама. Ал сендер ше, таң азанмен қайда шықтыңдар? Біз? Сен де барасың ба? Барғымыз бір жерге бармақшымыз? Бірінші қайда барасыңдар, соны айтсаңдаршы. Бүкіл проблемаларын шешіп беретін бір адам бар екен қалада. Соған бармақшымыз. Немене, бақсы ма сонда? Жоға, жасөспірімдерге арналған психолог деді әкем. Я, жүр кеттік. Үйде Мариямның жоқ екен, өзің жалғыз ішің пысады ғой. Серік ағаға менің әкем бізді зоопаркқа апарсын деп айтып еді. Сол, қазір Мариям жоқ екенін біліп қойып, Серік ағаға әкем мен анам айтып дауылдырып жүрмей ма? Ой, сен де Мариямды подружкалармен кетті деп айта салсаңшы. Я, әкем машинаны қыздырып дайындалып күтіп отыр, кеттік. Мариям, сен мұнда не істеп отырсың? Мен саған айтайын деп едім, бірақ бөлмеңе барсаң, ұйықтап жатыр екенсің. Сен мұнда не істеп жүрсің? Әлде саған да психолог керек па? Жоға, ол іштегі адамның кім екенін де білмейді. Жандос екеуміз оны жолдан көріп қалып алып кеттік. Мариям, бұл жайлы үйге барасың, сөйлесеміз. Ішке кірдің бе? Жоқ. Ішке кірем ба, ішке кірмеймін ба деп ойланып тұрмын. Онда бірінші Бағдаулет екеуміз кіріп шығайық. Саламатсыздар ма? Айта беріңіздер, қандай мәселе мазалайды сіздерді? Не мазалағанда оны айтуға да ыңғайсызданады екенсің. Қысқасы, біздің анамыз бен әкеміз күнде ұрсып жүр, түбі ажырасуға баратын сияқты, сол бізге алып деп жүр. Түсінікті. Есімдерің Бағдаулет пен Жандос қой, Оны қайдан біліп қойдыңыз? Мен барлығын білем ғой. Енді былай, кез келген бала үшін ата-ананың махаббаты өте маңызды. Ол бірінші орында тұрады. Бірақ бұл мәселе сендерді айналып өтпейді. Болашақта сендер де отбасы боласыңдар, үйленесіңдер, сол кезде сендердің де отбасыларында ұрыс-керіс болады. Кісілерді ажырасып кетеді деп қатты қорқамыз. Я, асырасып кетсе барыңымыз бөлек тұрамыз. Мен анаммен де әкеммен де тұрғым келеді. Енді сендердің ата-аналарың ересек адамдар. Олар бұл мәселені өздері шешкен дұрыс. Сендер бұл жағдайда ешқалай көмектесе алмайсыңдар. Я, енді олар шешеді деп күтіп отырмаймыз ғой. Я, біз де оларға көмектесіміз келеді. Көмектескіміз келеді дейсің бе? Онда былай жасаймыз. Қазір екеуің бірдей мына затқа бар зейінді қойып мұқият қараймыз. Түсінікті ғой? Көз алмаймыз. 1, 2, 3. Бұл екеуі шаршатып жүрді, сұрағы көп бәлелер екен екеуі де бір. Так, бұл екеуі не істесем болады? Бұл екеуін ана американецтерге беріп жіберейін, Как раз ақшасы да нормальный. Бағдаулет, Жандос. Сендер ата-аналарыңның бірге тұрғанын қалайсыңдар ма? Я. Олардың сендерді қатты жақсы көргенін де қалайсыңдар ғой? Я. Онда мен бұл мәселені шештім. Сендерді келесі сеанста күтемін. Келесіңдер ғой? Я. Ендеше сау болыңдар. Сенде қандай проблема? Мен проблемам ол ата-анам. Олардың шетелде жұмыс істеп жатқандарына 2 айдай болды. Тіпті мен соңғы туған күнімді тойлатпадым. Өмір жұмыс деп бізді ұмытып кетеді. Інім екеуміздің қасымызда болған жұмыстан қарағанда маңызды екен. Қалай түсіндірсем болады? Аналық махаббат, әкелік махаббат керек. Білмеймін бұл жағдай ініме қалай тиетін.
Мен оларды қатты сағындым. Және мен оларды жұмыстан қашан келетінін күтем деп шаршап кеттім. Түсінікті, Мариям. Қазір былай жасаймыз. Сен мына затқа мұқият қарайсың. Келістік қой? Иә. Анашым, әкешім, мен алып кетіңдерші, мен мұндамын. Мен тастап кетпеңдерші, мен сендерді сағындым. Бәрі жақсы ма, Мариям? Иә. Мариям, келесі адамды шақыра ғой, мен сені келесі сеанста күтемін. Алло. Сен қайда жоқ болып кеттің? Хабарласам дедің, сол үй жоқ болдың ғой сен? Иә, бүгін балаларды қабылдағаны бірінші күн. Уайымдамас. Сен өзіңнің жұмысыңа тиянақты қош. Бұйырса, балаларды сатқаннан кейін бірден шетелге қашуым керек мен. Қазақстанда ұстап алатын болса, өмір бақиға бас бостандығынан айырады мен. Уайымдама, сен өзіңнің жұмысыңды жақсылап жаса, менің төлқұжатымды дайында, мен шетелге қашуым керек. Түсінікті ғой? Болды. Жақсы. Сәл шыда. Құдай қаласа сені шетелде бай өмір күтіп тұр. Шалыспаспау керек енді. Айта бер, сен де ата-анаң ренжітті ма? Жоқ, ренжітпеді. Онда жақсы екен онда. Просто таңертеңнен бері ата-анасы ренжіткендерді қабылдап отырмын да мен. Мен алдымда кіргендердің барлығы ата-аналар жамандаған басында. Солай деуге де болады енді. Бірақ сен басқаны қайтесің. Одан да өзің жайлай. Не мазалайды сені? Қандай мәселе? Стрессте жүрсің ба? Депрессия ма сенде? Мен не мазалайтын өзі? Есіңе түсір, бегарыз. Ұят болады, дедім айтпай шығып кетсең. Біраз ойланасың ба әлі? Менің бір итім болатын Лекси деген. Сол өліп қалды. Содан қиналып депрессияда жүрмін. Осы мәселе мазалай ма сен сонда? Иә, күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылдым. Онда бұл өте үлкен мәселе екен. Қазір былай жасаймыз. Сен мына затқа мұқият қарайсың. Артық ештеңе ойлама. Бар ынтаңмен мына затқа жақсылап қара. Жақсы ғой? Ағай, мен дәртханаға баруым керекпін. Кешіріңіз. Кірмес бұрын баратын жерлеріңе барып келмейсіңдер ма? Әлбетте сәл. Қалай болды? Тез шықтың ғой. Соны айтам, мен сен 1 сағаттай отыра ма деп ойласам? Иә, тез шығарып жіберді мені. Ертең бізді тағы да шақырды, сендерді ше. Бізде де ертең Бегарыс екеуміз баратын боламыз. Жоқ, мен бармайын. Баратын болсаңдар, өздерің біліңдер. Неге? Іле саған 1 сеанс жетеді деді ме? Иә, дәл сол айтты. Онда мықты білікті маман болып тұр ғой мына кісі. Қане барғымыз бір жерде тұрамыз ғой, әкем бақтан жеткізіп салады. Кеттік. Сен тағы сол психолог сымаққа бара жатсың ба? Біз ол жайды сөйлескен жоқпыз ба? Психолог сымақ дейінес, бізді ұлы адамымызды не деп тұрсың сен? Сонда ата-анамызды сол адамға жамандап жүрсің ба? Или ата-анамызды жақсы көрмейсің ба? Өздері бізді ойламай әрбір жерде жүре беретін адам жақсы көруіміз керек пе? Сенің есің точно осы. Немесе анау психолог сымақ саған бірдеңе істеп жатыр. Енді психолог сымақ деп айта бермеші. Құдайындай сенгенде санау. Ол сұрақты қоя бересің ба? Бегарыс, қалың қалай? Мені қоя беріңдерші, өздерің қалайсыңдар? Жақсы, неге олай сұрадың? Сендерде барлығы дұрыс екен, шүкір. Ана психолог сымақ Мариямға бірнеге істеген, біртүрлі болып қалған. Келе сала неге оны жамандап жатырсың? Психолог айтқан, сендер кәдімгі адамдардан 1 саты жоғары тұрасыңдар деп. Я, сол адамдардың қабылдауынан кейін тыныш қана өзің жүзіңмен жүрші. Енді біздің жолға тосқауыл болма. Қалайсыңдар балалар? Жақсымыз, сізге келгенше асықтық қой. Біз қашан жаңа ата-анамызбен танысамыз? Сол сәтті біз де асыға күттік.
Тезірек жаңа ата-анамен танысқым келіп жатыр. Асықпаңдар балалар. Енді сендер ұрысқақ ата-аналарыңды да, сендерге қалағандарыңды алып бере алмайтын ата-аналарыңды да, жұмыс істеп сендерге көңіл бөлмейтін ата-аналарыңды да көрмейсіңдер. Сендерді жаңа ата-аналар күтіп тұр. Сендер бұл жерде мәңгілікке құтыласыңдар. Ассалаумағалейкум аға. Уалейкум ассалам Бекарыс. Бір жерге бару керек па? Жоқ аға, мен анау Бағдәулетпен Жандос туралы бірдеңе айтайын дедім ғой. Не болып болды? Олар анау психологқа барып жүреді ғой. Соған біздің Мариям да барып жүр екен. Сонымен? Сол психолог оларға көмектесіп жатқан жоқ. Керісінше жаңа екеуін қорықпаған, біртүрлі оқпаған. Міне шығып жатырмын міне. Аха, жарайды, жарты сағат тола ма айып етпеңіз. Бекарыс, кейін сөйлесеміз жарайды. Папаң шұғыл бір жерге жұмсап жатыр, а? Кейін хабарласамыз. Қазір бірдеңесін жасау керек. Кейінге қалдыруға кеш болады. Өзім бірдеңесін жасамасам болмайтын ау. Сағат 9 болды, сен қайда жүрсің? Балалардың барлығы дайын ұйықтатып тастадым. Мен уақытым тығыз екен білесің ғой сен. Кеш болды, ата-аналардың барлығы іздейді балаларын. Басталды уже. Тезірек бош іздеп жатыр ата-аналары. Сосын ақшасын балаларды алып кеткен екен бересің бе? Жақсы, тез етші онда. Ұйықтататын дәрі бір-ақ сағатқа әсер етеді ғой. Тезірек болса екенен бұлды. Біздің балалар кешікті ғой бүгін. Қақ жүрегіңіздер, бір хабарласып көрейші. Өшірлі. Бәлкім Мариям солармен бірге болар. Мариям хабарласайын. Мариям да өшірлі. Қайда кетті екен, а? Үйді көрейші. Болмаса олар психологта. Ай, неге мен қолым байлаулы? Менің де қолдарым байлау. Неғып байлап тастаған бізді? Ағай, неге біздің қолымыз байлаулы? Тыныш, қазір жаңа ата-аналарыңмен таныстырамын мен. Алло. Келдің бе, брат? Болды, қазір алып шығамын мен. Жақсы. Араларыңда біреулердің ата-аналарың келді. Қазір таныстыратын боламын. Онда неге біздің қолымыз байлаулы? Өйткені мен қазір сендердің барлықтарыңды сатамын. Сосын өзім шетелге қашып кетемін. Көрдіңдер ма? Бірінші сен. Жоқ, керек емес. Мен сатылғым келмейді. Мариям қайда? Қайсылар балалар? Амансыңдар ма? Қылмыс келген? Ол кетіп қалды. Мариямды өзімен бірге алып кетті. Психолог, сен ұсталдың, ешқайда кете алмайсың. Мына жер толығымен қоршаулы. Миымды ашытпа, тұрма менің жолымда. Былай кет, өзіңді аямасаң мына қызды ая. Өлтіріп тастаймын қазір. О, бардың. Сен есікті алдында бар, звондадым телефонына. Сен балаларыңыз кетіп барып, үлгіншеміз деп. Кішкентай балалар қақтан барады үлгіншеге. Сол миым жетпей отыр соған. Байымда отыр. Әлі сен олар емес пе? Сонда қылмыскер болып шыққан ба? Енді бұрын ол бұл тема бойынша отырып шыққан. Енді шыққаннан кейін тағы да осы нәрсе мөлшер етпекші болған ғой. Кімге сатпақшы сонда балаларды? Қазір 21-ші ғасыр адам саудасы бар ма сонда әлі? Бар болып тұр ғой. Шетелдің азаматтары сатып алады. И содан кейін ары қарай не болады білмеймін енді. Бүйрегін сата ма, не болады. Бәрі менің кесірім бар ғой. Өз қолыммен, өз балаларым. Болды, ештеңе жоқ. Енді сізді әтей істеген жоқсыз ғой. Ең бастысы қазір балаларыңыз аман. Мына жерге қол қойып жіберсеңіз, болды сонан.
Все, болды, жақсы. Рахмет, аман болыңыз. Осы оқиғадан соң балалар бөтен адамға сенуге болмайтынын түсінді. Және де бұл оқиға оларға үлкен сабақ болды. Білем, соңғы үміттен айрылдық. Берілген бақытты жоғалтып адастық. Таласып, алысып күндерді өткіздік. Болмайтын нәрсеге санастық. Ренжіттік, кетуге асықтық. Кешірім сұрамай неге. Менің атым Марат Мариам. Мен номер 1 мектептен келдім. 3 сынып. Маған қызық кездері ол біз қай кездерде дайындалдық, сол кездерде қызық болды. Біз отырған кездерде Жалпы киноның түсірілімі саған ұнады? иә, ұнады. Ендігі біз түсірген соң маған қатты ұнады. Сенің кинода рөлің қандай? Менің кинодағы рөлім, біз ата-анамыз шетелде жұмыс істейтін болады, а біз үйде отыратын боламыз. Бұл кинода не түсіндің? Мен түсінгенім ол, біз дұрыстап эмоция беруіміз керек, біз өзіміздің сөздерімізді дұрыстап жаттауымыз керек, біз соның барлығын мен түсіндім. Иә, бұл актер есебінде, ал көрермен ретінде осы киноны көріп отырған адамдар ретінде не нәрсені түсіндің? Өзің ойнадың ғой осы киноны? Мен ата-анамның қадірін, бауырларымды сыйлау, мен барлықтарына алғыс айтам, анам мен әкеме алғыс айтам, түсірген ағаларға рахмет айтам. Менің есімім Қуанбекұлы Бақдәулет, мен Астана қаласының тумасым. Мен Қазақ ұлттық өнер университетінің мамандырылған мектебінде оқимын. Маған осы кинода ұнағаны 9-шы эпизод болды. Ол эпизод өте мағыналы болды. Және де мен бұл кинода Жандостың ағасы болып ойнадым. Мен үшін 9-шы сахна қиын болды. Және де мен мына жердегі отырған оператор ағайға, Макс ағайға, Мико ағайға, Аппаз ағайға рахмет айтам. Айша апайға рахмет айтам. Жандос! Ең қызықты актер кім осы кинода? Жандос. Және де осы киноның арқасында мен қаншама танымал актерларды көрдім. Ол үшін кімге алғыс білдіресің? Оператор ағайға. Жоқ. Мен ең бастысы ата-анама алғысымды айтам. Және де Талант кино студиясының бас директоры Аппаз ағайға рахмет айтам. Бәріңе сәлем. Мен белгісіз бағыттағы Шыроқбек Арыс. Маған бәрі ұнады. Менің өзім рөлім өзіме ұнады. Маған көптеген қызықтар өтті. Оператор ағамызға, Аппаз ағамызға, Макс ағамызға, Мико ағамызға, Айша тәтемізге. Бәріне рахмет. Осы түсірілім топтағы ең қызық актер кім? Жандос. Өткені көп сөйлейді, және де энергиясы көп. Осы киноға себепкер болып отқан ата-анама рахмет. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Жандос. Осы белгісіз бағыт деген киноға түскеніме көп алғыс айтамын. Осы жақта болған оператор ағай, Аппаз ағай, Мержан ағай, осы біздің Макс ағайға көп рахмет айтамын. Біздің еркелігімізді көтеріп, және біздің киноға түскенде біздің қателіктерімізді торылап,
киноға түсірген үшін оларға көп рахмет айтамын. Осы видеоны мен достарыма және өзімнің жолдастарыма жолдаймын. Кино несімен қызық болды? Кино менімен ойбай кино негізі Несімен қызық болды? кино көбінесе Бағдәулет бүкілімізбен қызық болды, және де о оператор ағаймен қызық болды. Кинодағы жалпы ойнап жатқан кездегі қандай кездер қызық болды? Жүнімен ойнаған кездер ме? Қане Ең қызық кезі ол ананы Аппаз ағайдың Жөни ағаның қасынан атып шығаны. Ана жүгіріп келді да, ана Жөни ағаның артынан шыққаны. Ал ең қызық сәт ол Бекарыстың Жөни ағаны келіп, ана пол жуатын трапкамен келіп ұрғаны қызық болды маған. Сол жері күлкілі болды.